Баршаңызға сәлем. Бүгін осындай әдемі тойбастар жасаймыз. Келе жатырған ораза қабыл болсын. Соған байланысты осындай неше түрлі шаблондар каналға жасап салдық. Егер біздің телеграм каналға тіркелгіңіз келсе, міндетті түрде YouTube каналға подписка жасап, видеоның астындағы бесплатный тегін шаблондар каналына өтіңіз, немесе менің WhatsApp номеріме хабарласыңыз. Мінекей дайын шаблонды тек қана осылай распечатка жасап аламыз. Барлық шаблондар А4 форматта. Текстін жазамыз. Мұнда текст жазған жоқпын. Сіз ораза қабыл болсын немесе тағы тілектеріңізді жазып кетсеңіз болады. Міне, мына жерде осындай линия тұр. Үшбұрышты. Бұл үшбұрышты мына көк сызықтан қиып тастайсыз. Іші ақ, потому что просто сіздің краскаңызды жаңағы лишний раз шығын қылғым келген жоқ. Сол себепті осындай треугольник двойной жасадым. Треугольниктің ішіне краскаңыз кетпес үшін. Дұрыс түсінбей жатсаңыздар. Мінекей осылай көк линияның сыртымен қиып шығасыздар. Канцелярский нож керек, жақсы өтетін керек желательно. Осылай қиып шыққаннан кейін мінекей алып тастаймыз ішіндегісін. Аккуратно, максимально, және осы канцелярский ножыңыз новый болған, немесе жақсы өтетін болған жақсы. Менікі сәл тупой болып қалыпты. Осылай кесіп болғаннан кейін, міне көріп тұрсыз, қайшымен осы бомбонер тойбастарды қиып шығамыз. Оны көрсетіп отырмай қояйын. Примерно міне қиюын білесіздер. Линия бойынша просто қиып шығасыздар. Ол жер өте оңай. Себебі сызуы бәрі бар, сызығы. Осылай қиып болғаннан кейін мінекей үстіңгі қабаты дайын болды. Міне мынау бізде осындай пакетик. Бұл пакет обычно А4 бумаганың сыртында болады, и және осындай пакеттер сатылады. 100 штук болып, данасымен 100 данада сондай сатылады. Мен постоянно осындай пакет сатып аламын. Ішіне растяжка сондай салып беруге. Мінекей осы пакеттің жаңағы кесіп тастаған треугольнигіңіздің размерінен сәл үлкен қылып 1 сантиметр өлшеп қиып аласыз. Міне зажиммен қысып қойдым. Ыңғайлы болу үшін, жылжып кетпес үшін пакетін. Міне 1 сантиметр айналасында разница бар артық. Осылай қиып алдым. Сіз мынандай пакетіңіз болмаса, файл алуыңызға болады, прозрачный деп ойлаймын. Міне енді қиып алғаннан кейін просто аламыз да ыссы клеймен жабыстыра қоямыз. Мына пакет және қымбат емес. Қателеспесем, 1 штугы 5 теңге болатын шығар, және 1 штугынан сізде бір талай осындай треугольникке пакетиктер шығады. Міне бұны линия бойынша биговать еттік. Биговать ету не үшін десеңіз, ол жаңағы линия әдемі майысу үшін тупой крючокпен немесе ручкамен жазбайтын биговать етіп шығамыз, және клейлейміз. Осылай клейлеп болғаннан кейін ішіне хурманы салып, және де бір айтып кететін жағдай, осы хурманы салғаннан кейін бір ночь тұрды. Мен ойлағам, қағаз біртүрлі май сондай болып қалады шығар деп, бірақ онда ештеңе болған жоқ. Дегенмен на ночь қалдырмаңыз. Желательно қонақ келер күннің алдында салыңыз. Мүмкін сіздің хурмаңыз жирный болар. Менікі суховатый. Осындай әдемі тойбастар шығады. Міндетті түрде YouTube каналға подписка жасауды ұмытпаңыз. Себебі керек ақпараттар өте көп болады. Егер каналда болмасаңыз, міндетті түрде қосылу үшін маған WhatsApp номерге хабарласыңыз. Баршаңызға ораза қабыл болсын. Тек қана жақсылықта, аманшылықта жүздесейік. Сау болыңыздар.